Армысың қазақ елі. Кеше 24 қаңтар 2024 жылы түстен кейін, қателеспесем сағат 4-5-терде түстен кейін ете білем, Фейсбукта Розапай тікелей эфир жүргізіп жатқан, соған мен кірдім, бірақ кешігіп кірдім. Сонда көргенім жанында 3-4 дейікші, енді көп айтып қоймайын, 3-4 полиция қызметкерлері тұрды қоршап, және жедел жәрдем машинасы тұрды, сол жедел жәрдемнің қызметкерлері, тоже 3-4 адам. Бәрі қоршап тұрды Розапайды. Сосын Розапайдың енді не болды Розапайды, мен басынан кірмеген соң түсінбеймін ғой. Сұрап едім, жауап берген жоқ. Мүмкіндігі болмаған сияқты жауап беруге. Сол кезде естігенім, анау полиция қызметкерлері полицияға шақырған сияқты, түсінуімше. Сонда Розапай айтқан сол полицейлерге: мен сіздерге 1 сағаттан кейін барамын, қазір бара алмаймын, бір кісімен кездесуім керек еді. Сіздер бара беріңіздер, мен 1 сағаттан кейін сіздерге барайын деді. Мен тағы бір кішкене әңгімелесіп тұр, әйтеуір бірдеңені айтып, сол қайта мен бармаймын дегені есімде, қазір бара алмаймын дегені сөйтіп айтқаны. Сосын бұл кісі кетті да сол жерден. Сол полиция мен жедел жәрдем машинасымен қызметкерлер бәрі қалды. Полиция қызметкерлері бәрі. Бір жарты квартал жүрген шығар, сол келді да бір қыздардан көмек сұрады. Өйткені тікелей эфирін өшірмеген, ананы көрсетіп тұр. Анау полиция сөйлет орында тұр, жедел жәрдем машинасы орында тұр, қызметкерлер бәрі тұр. Қыздардан көмек сұрады да, маған бір такси шақырып бере аласыздар ма деп айтып еді, ана қыздар көмектесейін деді. Соны шақырды. Анау сол такси келіп қалған кезінде жедел жәрдем машинасы тез арада келіп, Розапайды күшпен итеріп, сол жедел жәрдем машинасына отырғызып алып кетті. Содан бері Розапай жоқ. Телефоны өшірулі, жауап бермейді. Ешқандай хабар жоқ Розапайдан. Естуімше, Розапайды күштеп ауруханаға жатқызып қойыпты деп естідік. Бұл сондай заңсыздық болып жатыр біздің елде. Сонда Розапайдың қандай қылмысы өтіп кетіпті? Не соншалық істеп қойыпты Розапайды өйтіп, күшпен алып кетіп, көшеден похищение деуге болады ғой, егер соны мен көрген адам солай түсіндім, ана видеоны, тікелей эфирді. Сол тікелей эфирді сақтап үлгермеген, өйткені телефонын алып алдым екен, білмеймін ғой. Оны аз адам ғана көрді. Сондай соны күштеп алып кетіп, енді ауруханаға тығып жатқызып қойып, ешқандай хабар жоқ, ешкім ештеңе білмейді. Полицияға айтайын дегенім, жедел жәрдем қызметкерлерін айтайын дегенім, сіздер заңды бұзып жатсыздар қазір. Босатыңыздар Розапайды. Розапайдың артында халық тұр. Сіздер ойламаңыздар ол кісі жалғыз деп.